ол шаңырақтың берекесі кетеді. Ол келіннің өзі сыйы қалмайды. Ертең сол жасаған енеге, ата-енеге көрсеткен зұлымы өзінің басына келеді. Бұны да мен өзім өмірімде көрдім. Баяғыда студент болып жүрген кезде біздің бір жиеніміз бар еді. Біздің жаңағы әпкеміз, жиен әпкеміз өте жұмыс адам еді. Енесі енді жаңағы керісінше енесін отырса опақ, тұрса сопақ ететін еді. Енді айтқан кезде енесі үйдің шаруасын бәрін өзі істейтін еді ғой. Кейін көп уақыт өткеннен кейін естідім, ол жаңағы апамыз қайтыс болып кетті. Келін түсірген. Келіні енді жаңағы аузын ашқызбайды дейді ғой. Отырғызып қойған дейді ғой жаңағы. Бейәбір енені отырғызып қойған. Ол енесі бір ауыз сөз айтса, ол 10 ауыз сөз айтады дейді ғой. Ешқандай билігі қалмаған. Құдай ондайдан сақтасын. Егі мынау имандылыққа сенетін, хадиске сенетін, Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның айтқан хадистеріне сенетін адам еш уақытта адаспайды. Себебі имандылық дегеніміз, адамгершілік дегеніміздің бастауы сонау Құран кітаптан басталады. Міне біздің ата-бабамыз сол Құранды жақсы болып, біліп, әдет ғұрып пен салт дәстүрмен тығыз байланыста ұстаған. Осыны ұмытпауымыз керек.